Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін мен сендерді көргеніме қуаныштымын. Бүгінгі біздің математика пәнінен өтетін тақырыбымыз құрама есептер, Алматыға саяхат. Яғни бүгін біз тақырыптар әрбір орындайтын тапсырмалар арқылы Алматы қаласының көрікті жерлері туралы сөйлесетін боламыз. Ендеше бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты екі амалдан тұратын есептерге талдау жасап, олардың шығару жолын үйрену. Мінекей сендер көріп тұрсыңдар балалар, өздеріңе Алматы қаласы ұнай ма? Иә, ұнайды, әрине ұнайды. Өйткені Алматы қаласы Қазақстан Республикасындағы ең көрікті әдемі қалалардың бірі. Солай ғой балалар. Ендеше балалар, бүгінгі математикалық тапсырмаларымызды бастайық. Біздің бірінші тапсырма. Бұл жерде өрнектердің мәнін табу, олардың мәніне қай әріп сәйкес келеді? Сандарды өсу реті бойынша қойып, сонда Алматыдағы тау шаңғы курортының атауын білетін боламыз. Ендеше қазір дескриптормен таныстырып өтейін. Алдымен өрнектің мәнін тауып аламыз. Олардың мәніне сәйкес әріппен сәйкестендіреміз. Сандарды өсу реті бойынша курорт атауын табатын боламыз. Енді бұл жерде өздерің көріп тұрсыңдар, сандар берілген және әріптер берілген. Ең бірінші, сендер бұл жерде сандардың мәнін табудан бастаймыз. Мұнда сендердің естеріңе түсіре кететін дүние, әрбір өрнекті орындаған кезде амалдар орындау ретін мұқият болыңдар. Бірінші қазір өрнекке көңіл аударайық. 15 азайтылған 3 пен 5-тің көбейтіндісі және оған қосамыз 7 мен 2-нің көбейтіндісі. Бұл жерде бірінші көбейту орындалады, бірінші амал. Екінші 7 мен 2-нің көбейтіндісі орындалады. Сосын барып 15-тен 1-ді азайтып, оған 2-ні қосамыз. Яғни әрбір санды өрнектердің мәнін әріптермен сәйкестендіруіміз қажет. Яғни мына жерде көріп тұрсыңдар, 14-ті біз сәйкестендірдік. Яғни бұл жерде М деген әріпті көріп тұрмыз. Келесі 80-ді сәйкестендірейік. Келесі өрнектің мәнін 30-бен сәйкестендіреміз. Келесі өрнектің мәні 17-ні сәйкестендірейік. Және 8-ді тиісті торкөзбен сәйкестендіреміз. Және 53-ті сәйкестендіреміз. Сосын 34-ті сәйкестендірдік. Және соңғы өрнек 1 деген санды сәйкестендірдік. Яғни өрнектердің мәнін тауып, және оларды әріптер бойынша сәйкестендірдік. Енді біздің соңғы тапсырмамыз бұл жердегі әріптерді өсу ретімен орналастыруымыз қажет. Ендеше өзіміз ойланайықшы, бұл жердегі цифрлардың ішінде ең бірінші аз саннан бастаймыз. Яғни бұл жерде бірінші Ш әріпі түседі екен. Мінекей біз Ш әрпін бірінші орналастырдық. Енді келесі кезекте өсу ретімен 8 саны келеді. Осылайша біз әріптерді өсу ретімен қойған кезде бізде Шымбұлақ деген сөз шығады екен. Ал енді бұл Шымбұлақ дегеніміз біздің осы Алматы қаласындағы спорттық кешен. Ол жерге сендер отбасыларымен бірге барған боларсыңдар деп сенемін. Бұл тапсырманы өте жақсы орындадыңдар, жарайсыңдар балалар. Келесі біздің тапсырмамыз теңдеулерді шешу. Қанекей теңдеулерге көңіл аударыңдаршы. Бұл қандай теңдеу? Жай теңдеу ме, әлде күрделі теңдеу ме? Дұрыс айтасың, бұл күрделі теңдеу. Өйткені мұнда екі амал берілген. Олай болса, біздің бірінші қадамымыз күрделі теңдеуді жай теңдеуге айналдырып аламыз. Яғни бірінші X қосылған 7 мен 4-тің көбейтіндісін орындап аламыз. 7-ге 4-ті көбейтсек неше болады? Дұрыс айтасың, 28. Яғни біз күрделі теңдеуді жай теңдеуге айналдырып алдық. Ендеше X-қа белгісіз санға 28-ді қоссақ 40 болады екен. Енді біз белгісіз санның шешімін тауып алуымыз керек. Ол үшін 40 шыққан мәнінен екінші қосылғышты азайтамыз. Сонда бірінші қосылғыш шығады. Олай болса 40-тан 28-ді азайтсақ, бірінші 10-нан 8-ді азайтамыз 2. Мына жерде 3 ондық, 3 ондықтан 2 ондықты алатын болсақ, 12 шығады екен. Біз өзіміз білетіндей, бұл теңдеуді тексереміз. Ол үшін мына белгісіз санның орнына теңдеудің шешімін жазамыз. Яғни 12 қосылған 7 көбейтілген 4 тең болады 40. Ал енді теңдік дұрыс шыға ма екен тексеріп көрейік. 7-ге 4-ті көбейтсек неше болады? 28. 28-ге 12-ні қоссақ 40 болады. 40 пен 40
тең. Ендеше біздің теңдеуіміз дұрыс шешімін тапты деп ойлаймын. Ал енді сендердің көмектеріңмен келесі теңдеуге көшейік. Алдымен бұл жерде көбейту амалы орындалатынын ұмытпаңдар. 6-ға 3-ті көбейтсек 18, 18-ге белгісіз x-ті қосқан кезде 72 шығады екен. Ал енді ойланамыз, 18-ге қандай санды қосқанда 72 шығады. Яғни мұнда екінші қосылғыш белгісіз. Яғни мұнда қосындының мәнінен бірінші қосылғышты азайтамыз. X-тің мәні 12-ден 8-ді азайтсақ 4 болады. Мына жерде 6 ондық қалды. 6 ондықтан 1 ондықты алсақ 54. Яғни біз теңдеудің шешімін таптық. Енді айтып өткендей белгісіз санның орнына қоямыз. 6 көбейтілген 3 қосылған 54 тең болады 72. 6-ға 3-ті көбейтсек 18, 18-ге 54 қоссақ 72. 72 мен 72 тең болады екен. Яғни біз теңдеуді шығарып болдық. Мінекей балалар, біз бүгін математикалық тапсырмалардың барлығын ойдағыдай аяқтап болдық. Менімен бірге болып тапсырмаларды орындағандарың үшін рахмет айтамын. Сау болыңдар.